Жеңілмейтін махаббат. Салтанат Найхан. Туған топырақ. Жалғасы. Әлмұрат пен Желдірменің жолы жарасып аттанып еді. Ауылдан алыстаған бетте Аманғазының жат жұрттық адал досының жетегіне көнбей ауылға айналып қарай берді. Тастап кетуге өлімге қиғандай Әлмұраттың дәті бармады. Елубайдың ессіздігі мынау. Әпербақан. Не де болса тебіндеп тартып отырып екі елдің бекетіне жеткізді. Оның өзінде мұрындығы қанатқан танауының ауырғаннан жүрген. Әлмұрат сол жерде амалын тауып Желдірмені 53 жүк машинасына тиетті. Өзбек ауылына кәрі түйенің діңкесі құрып әрең жетті. Ой әкесі, мынауың мал болмайды деп Әлмұраттың балалары бірден жақтырмады. Үйге су тасуға шамасы келер, кетіп қалмасын кері, оның жанашыры енді біз. Бұрушы болмаңдар, деді Әлмұрат екі ұлына нықтап тапсырып. Желдірме 3 күн нәр татпады. 40 күн шөлге шыдап, жапан кезетін шама қазір жоқ. 4-ші күн дегенде су ішті, аздап жемшөп жеді. Келесі күні су тасуға кірісті. 40 литрді теңдеп, байлап, күніне 3-4 күн қатынайды. Су да қозы көштей жер. Артқы сан мен басына шыбыртқының табы жиі түсетін болды. Кәрі түйеге бұл да ауыр салмақ. Таныс ауыл туған топырағы алыста қалғанын сезеді. Тұмсығы ауырып, сабаудың астында қалса көзден жасы жіпсіп аға бастайды. Оны елеп ескеретін, көретін өз елі, өз иесі Аманғазы емес. Бұлардың сөйлеуі, сұхбаттары да бөтен, бәрі жат. Біреу қуып келе жатқандай жанталасып сөйлейді. Көз алдына ауық-ауық ауылының бұта ағашы, Аманғаздай асылдың өзі, одан барып қабірі елестейді. Бұлардан қарағанда Елубайдың өзі жақсы ма? Ой, бір қураған қазақтың түйесі. Бас аяғың деп шыбық сирағына тигенде тулап кеткісі кеп ашуға мінеді. Оған күш пен жігер жетпейді. Үйге келген соң басына бостандық жоқ, үнемі байлаулы. Соңғы кездері Әлмұраттың өзі де көрінбейді. Екі жігіт Желдірменің жанын көпке жеткізбей жұлып алатындай айғай мен ашуы басым болып барады. Басы бос болса бір сәт тұрғысы жоқ. Бірнеше рет қашуға қамданып қасқа бастан өлгенше таяқ жеген. Бұл жердің күні ыстық, желі жоқ. Есесіне екі өзбек жігіт бар. Оның қасында соққан жел жайлы сияқты. Мең-зең Желдірме артқы жағынан адам аяғының дыбысы естіп елең етті. Басын солай қарай бұрды. Әбден таяқ көріп затты болып қалған жануар Әлмұратты тани кетті. Келді де ана екі жігіттердің тілінде шұбыртып сөйлей бастады. Шудасын тарақтап, басынан сипағанда көзінен Аманғазы есі елестеп кетті. Мықты бол жануар, әлі-ақ үйренесің деп Әлмұрат кетерінде қазақша сөйледі. Желдірме осы бір керемет сөздерді, қазақ тілін, қазақ ауылын қатты сағынғандай. Директор ағайдың кабинеті ашулы, түф еткізіп бірнеше рет еденге байқамай түкіріп жіберді. Оны табанымен сүртіп, Алмагүл, Алмаш деп бірнеше рет айғайлады. Үн жоқ. Қолына ала-құла қағаздарды алып көз жүгіртті. Басын бір шайқап бір сілкіді. Жайлап ой үстінде жүріп кабинетінің есігін ашып тәрбиеші Алмагүлді тағы шақырды. Тәрбиеші аспай-саспай келіп, не болды ағай, ашулысыз деп директордың мінезіне үйренген кейпімен бір қалыпты қасына келіп отырды. Өткендегі қаулы іске асып жатыр. Қолындағы ала қағаз оқып, по принятию указа 7 июня 1999 года гражданам зарубежных стран разрешено брать на воспитание ребенка. Тез оқып шықты. Ол приказың шыққанына жылға таяды. Сіздікі неткен мезгілсіз ашу, не көп, приказда көп нәрсе жоқ деп сырдың суы сирағынан келмейтін Алмагүл тәрбиеші сасар емес. Өй, шашы ұзын, ақылы қысқа қатындар-ай. Сол қаулы орындалып жатыр, жүзеге асып келеді. Міне, бізге де келіп жетті, деді де ала қағазды үстелдің үстіне лақтыра салды. Бізге келген қалай? Кімдер олар деп тәрбиеші енді түсінгенде орнынан атып тұрды. Американдықтар, деген директордың даусы шаңқ ете қалды. Алар кім тағы? Өз елінде асырап алатын бала жоқ па? Бермейік. Орнынан қайта отырып, қайта түрегелді. Түрі өзгеріп кеткен. Жаңа облыстан әкімшіліктен хабарласты. Жіберіп отырған өзіміздің басшылық. Қазір осында жетеді.
Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген атаңның мақалын үйрете бер. Айт, айналып қазығын табар дейді. Бейбарыстай батыр туғаны болса, табаны таусылса да жетер бір күні. Тұп-тура лекция оқып тұрғандай түрегеліп тұрып сөйледі. Бөлмеде ауыр атмосфера орнады. Тәрбиеші Алмагүл де үнсіз. Енді балаларға бар. Бүлдіршін болса да есі бар ұғар. Шет жағасын айт, дайындалсын. Мүмкін ата-аналы болғысы келетіндер бар шығар, деп орындарына сылқ етіп отыра кетті. Иә, қайсысы қаламайды дейсіз, армандары сол. Бірақ шетелге, деп не сөйлеп не қоярын білмей есікке жылыса берді. Бермесек болмай ма, деді оқыс бұрылып. Айналайын-ау, беру-бермеу біздің қолда емес қой, амал жоқ, деп алақанын жайып екі иығын қиқаң еткізді. Көп уақыт өтпей балалар үйінің табалдырығын Андриан Мария атты ерлі-зайыпты баласыз америкалықтар мен аудармашы қазақ жігіт аттады. Екі америкалық ақсары бойшаң келген тік жүретін адамдар. Үстеріндегі киімдер де ерекше ұзын-ұзын әрі кең. Талғат директор сыртқа шықпай кабинетінде қарсы алды. Аудармашы су жұқпайтын тілі майда келген орта бойлы арық жігіт. Келе орысша амандасып шетелдіктермен таныстырды. Директор қазақша жауап берген соң амалсыз қазақшаға ауысты. Сонымен бір қозысыз қойларың қазақша жұрдайды, деп директор әлі жақтырмаған сыңай танытты. Солай әрине, деді де аудармашы ағылшынша сөйлей жөнелді. Екі шет елдік риза кейіпте басын шұлғиды. Бұлар бала таппай қаңғып жүр, ал біз көптігінен асырай алмай жатырмыз, деп директор күйіне сөйледі. Аудармашы естімеген адамдай түр танытып отыр. Саған айтам, деді әдейі қадап. Иә мырза, жетім болған соң ата-ананың аялы алақаны керек, оны өзіңіз де жақсы білесіз. Шетелде бала асырап алам деушілер өте көп. Жетімдіктен көрі ата-аналы болған жақсы деп ойлаймын, деп аудармашы түк болмағандай асығыстық танытып бақты. Құры сөзден қайран болмайтындығын ұққан директор Алмагүлді шақырып балалармен таныстыруды тапсырды. Екі ағылшындық қалбалақ қағып, екі езулері екі құлағында. Аудармашы да өтірік күліп көлгірсіп әлек. Директордың кабинетінен шығысымен аудармашы мен тәрбиеші Алмагүл ұзақ кеңесті. Келімсектер сағаттан астам бөгілді. Осы уақыттың барлығында Алмагүл тәрбиеші ерекше өзгеріп, екі шетелдіктің ығына жығыла бастағандай. Бір жағы қолы дірілдеп, қалтасына бір кіріп, бір шығады. Өмірі көрмеген бір бума ақшаны алғанына өкініп өліп кете жаздады. Арқасы терлеп, байыз таппады. Екі шетелдіктің ол бала асырап алатындығы айтпаса да белгілі. Қазақ бала қалайтыны да түсінікті. Директордың да тәрбиешінің де қаупі қалтқысыз келді. Шешім арманға түсті. 4 қазақ балаң ішіндегі арманға. 1000 асықтың ішіндегі сақасы секілді ерекше бала бірден көзге түскен. Аудармашы асты үстіне түсіп Американы мақтады. Екі шетелдіктің байлығын, парасатын парлап айтты. Керемет. Әлемде жоқ оқу орындарын айтқанда арманның іші жыли бастаған. Алмагүл апай да қарсы емес, қолдап отыр. Ол кісі бәрімізді баласындай көреді. Ендеше көктен іздегенім жерден табылды деп қуанып, қорқыныш басса да басын изеп келісе берді. Өзінің ел мақтаған жігіт болғанын, білімді игерген тұлға кейпін елестетті. Балалық көңілі алып ұшты. Іңкәрдің өзін баурап, қуанышты жаңалықтай жалындатып ала жөнелді. Мен үлкен елде білім алам, сонан соң саған да көмектесем. Әке-шешеміз болғанын бәріміз армандадық қой. Сен ренжіме, жарай ма? Өскен соң келемін, уәде беремін деп арман бір орнында тұра алмай ерсілі-қарсылы жүреді. Іңкәр қимай отыр. Қимаса да арман үшін қуанады. Арман, сен үшін қуанып тұрмын. Тек қайтып келетін бол, мен ұмытпа. Менің де қалауым ата-аналы болу, бірақ қазақ болса деп сөзін аяқтамай көзінен аққан жасты сүрте берді. Ал директор ағай амалсыз іштен тынып күйіп кетті. Әй, басқа бала құрып қалды ма? Ана, Құдай-ау, Іңкәр екеуін қалай қиып ажыратасың? Қанша жыл бірге өсті, енді келдің-ау. Ертең екеуіне де қиын болмасын, деп Алмагүл тәрбиешіні кінәлай қарады. Білмедім, арманның өз қалауы. Іңкәр да қарсы емес. Ата-ананы қайсысы қаламасын дегенде Алмагүл өтірік жөтеліп сыртқа шығып кетті. Директор не дерін білмей басын ұстап аз ойланып отырды да
Алмагүл, екі баланы шақыр осында деп айғай салды. Арман мен Іңкәрді ертіп Алмагүл кірді. Арман, сен өз қалауыңмен кеткің келе ме? Деп бірден ашулы үнмен сұрақтың астын алды. Арман төмен қараған күйі иә деп жауап берді. Ал Іңкәр, сен не дейсің? Ертең бір-біріңді сағынбайсыңдар ма? Деп даусын баса тіл қатты. Бара берсін, деді дік еткізіп суық келбетін бұзбай. Жақсы, бар Арман, дайындал. Алмагүл, балаға көмектес деп қысқа қайырды. Артынша назарын аудармашыға аударып, так, баланың жасы 8-ден асқан, кішкентай емес. Қиын болмай ма? Тілді игеруі, сіңіп кетуі қалай болар екен? Деп үмітін үрпитіп тағы алға тартты. Жоқ, тамаша, 8 жас өте жақсы. Осыдан жарты жыл бұрын кеткен балалар әлден сіңісіп тілді игеріп алған. Балалардың қабілеті жақсы, деді жеңгеніне қуанғандай көтеріңкі. Сайратып жатырмыз де. Дұрыс болсын онда, деп алдындағы ала қағаздарды тесіп жіберердей қол қоя бастады. Жат жерге келіп жерсінбеген желдірменің қайғысының үстінде қайғы қапталды. Әлмұрат ақсақалдың Бақиға аттанғанына жарты жылдан асты. Кәрі түйенің асыл сүйегі сынбаған соң шыдап келеді. Жарты ауылдың суын жүгін тиейтін жалғыз көлігі осы. Кімнің соққысы, кімнің аяғы тимеді бұған. Аяғындағы тұсауын үзіп, туған жерге қарай бар күшімен жүйткіп келе жатқаны. Мал да болса адам көзіне түспеуге тырысады. Табанының еті таусылған. Қара табан өзіне қорлықты көрсеткені. Тура сол бір кездерде жүйрік атқа бастырмай құйқылжып келе жатқандай өзін жеңіл сезінеді. Ауырған табанға қарамай 4 аяғы жайқа қағады. Көз алдына Аманғазының серлігі сағымданып елестейді. Елдің жігіттері жорға жүйрігін сайлап шықса, Аманғазы желдірмесіне мініп шыға келетін. Қара жарыста алдына тұлпар салмай бүлкөк дегенде желдірме. Шіркін, қара жердің қайығы секілді қарасын үзіп кететін. Артында бұрқыраған шаңыда қалмайды. Су төгілмес түйенің тұлпары осы желдірме болатын. Адасқан түйені көргенде кімнің көңілі көтерілмесін. Ұстап алу әркімнің қалауы. Соңына 2 атты түсіп қуып келеді. Сүйреткен арқаны мен үзілген тұсауына қарап, иесінен қашқан малға балап бастырмалатып қуып келеді. Төсінен тер төгілгенде желдірмеге әрең жетті. Бұл Әлмұрат шалдың балалары емес, жолдағы ауылдың жігіттері. Алыстан олжаға баттықты бойласа керек. Желдірмені жақыннан көріп бастарын шайқады. Қу сүйек, бір кесім қара кесегі қалмаған. Жануар қашып шыққаны анық. Кезінде біздегілердің бірі ұрлап кеткен басқа өңірдің түйесі шығар десе, біреуі алған бақытына қарағанда қазақтардың түйесі деп көкіді. Ауылға апарып арбаға салайық, бітімі бөлек. Әлі кемінде жылдық қауқары бар көрінеді, алып жүр деп кішісіне бұйыра сөйледі. Ақжеміш шыққан арқанды қанша тартса да бір қадам кері баспай тұрып алды. 2 жігіт қамшының астына да алды. Қатты тиген қамшының ұшы оң жақ көзін көрместей етті. Шегіне жетіп тартылған адырна да жалғыз жұлқып, желдірме арқанды үзіп кетті. Қап-қара болып күнге күйген семіз өзбек аттан домалап түсті. Желдірме соңғы күшін бойына жинап жанын салды. Қара жерге оңбай құлаған жігіт кіжініп шап деп еді. Кетсін, жолы болсын, анық алған бағытынан қайтпайды бұл. Я, қазақ елі тәуелсіздік алды. Еліме барамын деген қашқын қазақ секілді, деді де тымағын сілкіп киіп кейін қайтты. Желдірме жалғыз желіп көзге көрінбей кетті. Қазақтардың қандай таза қан әлемде жоқ деседі. Ғаламдық ғалымдардың өзі таңдай қағып отыр. Адриан мен Мария талай елдің тарихын, мәдениетін парақтап жүріп қазақ елін таңдапты. Тамырына талант ұялаған тұлпары мінезді халық. Адриан қазақ халқынан бала асырап алғанына қатты қуанды. Байлығы басынан асса да мәнсіз еді. Енді шынайы байлардың паңдығын үйрене бастаған. Небір мен деген миллионерлердің қасында қанаты сынған қырандай қорбиып отыратын. Қазір көрсеңіз ақсары жүзі күлкіге бейім, байлығына басы бергісіз ақылды адам. Нью-Йорк қаласына Офей құрылыс компаниясының бастығы. Ес біліп арманшыл болған. Арманның бұл семьяда сыйысып кетуі толық 3-4 айға созылды. Сүйықталып жалғызсырау уақыт өте келе келмеске кетті. Өмірінде көрмеген үлде мен бүлдені көргенде балалық қиял қанатың қомдай түсті.
Іштегі айтылмас сыр көбейді. Кейде келгеніне өкініп өксіп алады. Ағылшынша әке ана деуге қазақтың қазанында қайнаған жүрек үшін аса ауырлық келтірмеген. Тек қазақша болмаса болғаны. Оған есте жоқ Алмас пен Жайнат лайық. Одан кейін көзіндей көрген Талғат директор мен Алмагүл тәрбиеші лайық. Адриан мен Марияны қанына тән тентектілігімен қатты сыйлады. Обалы қане, бәрін беріп пейілін төкті. Болмыс басқа болса да адамның ұрпағы деген сол шығар. Америкалық Адриан мен Мария десе шығарда жан бөлек. Арман ақсүйектердей заңғар азамат болып өсті. Келген жылдан бері 3 жыл өткенде қазақтығына қара жағып тіл тигізген баламен әбден салысқан. Бір ағылшындық баланың тісі сынып, өзінің киімі алба-жұлба болып үйге келгенде әке мен шешенің бетін тілмен тырнап ала жаздап еді. Бауырына басқан байлығын сен үшін шашқан адамдарды ренжітуді жөн көрмеген. Ол кезде 12 жасқа шыққан, етті тығыз бала болатын. Жағдайдың барлығы спорттың сан түрлі мен сауық сайранның кіл кереметін алдыңа тартады. Сырттан қараған кез келген адам туа бітті тектілігі мен дене мүшесін бірден аңғарады. Ортасы қалай болса соған жақын екені өзіне аян. Қыз десін ішіп ұрыс салу, орынсыз ақша шашу, масаттану арманда айналып өте алмады. Бәрін бұзбай ұстайтын Қазақстанның есімі болатын. Іңкәрдің әткеншегі. Соңғы көрген көз жасы, сол базардай байлығы бар балалар үйінің тарихтай тағдырына қашалған таңбасы. Туған елдің топырағы тәнінде екендігін тек сезбес. Сезсе сепке байласа бас бермейтін. Бейбарысқа айналар. Түймедей естелік түбіттей қомпиып өз тереңіне тартып бара жатқанын өзі де білген жоқ. Жер жақанға жаңғырығы тараған тұлпар мінезді елдің аты жиі естіледі. Саясаттың сахнасында әлемдік айтыстарда аты аталатын қазақ жұрты жаһандану заманында қолын күн сайын бұлғайтындай. Қазақша кітап оқып, қазақша телеарналарды көру машыққа айналды. Әке-шешесі көріп қалса амалсыз ыңғайсызданады. Көрінеу кездік қадағандай ұялып қалады. Үлкен ақшаны басқарған бас ұлын түсініп, арқасынан қағуға парасаты бойлай алатын Адриан мен Мария іштей үрей сезіп қоя салады. Мари, осы арман біз ойлаған тектіліктен асып кетеме деп қорқамын дейтін. Іштегі үрей одан да үлкен. Өмір қайда да өмір. Кім қалай сүреді екен? Арманның өмірі өшпес естеліктерге толы. Оқу бітірген соң әкесінің құрылыс компаниясын ақырындап қолға ала бастаған. Көптеген адамдардың қолын қысып қарсы алды, шығарып салды. Доспен жұлдыз бірде бар, бірде жоқ дүние секілді. Тек сан жыл сырласып, бірақ адам арманның іші сыртын түгел біледі. Ол әке-шешесінен күнде таяқ жеп, еті көгеретін Джесси атты қазақ қыз болатын. Осыдан 10 жыл бұрын көшеден танысқан. Өзінің қазақстандық екенін біледі. Болды. Қазақша арман айтатын бірнеше сөзден басқа ештеңе білмейді. Іңкәр балалар үйі секілді. Джесси нағыз бетін кессе қан шықпайтын бір беткей қыз. Сыйға сый, сыраға сыра деп жүрген арманның санатта бар, қатарда жоқ сырласы. Бұның арман үшін артықшылығы әркім бір сарып кете беретін, ел жол үстіндегі жалғыз түпші еместігі. Өзі үшін тұрып бере алатын өжеттігі. Арманның фирманың акцияларын тиімді қолдануы үлкен тойға ұласқан күні осылай бүлінді бәрі. Алып қойыңдар, ішіңдер, біздің ұсылылар кешке ренжіп жүрмесін деп түкірігі шашырап біреуі шықты. Жын ойнақ десе бұдан сорақысы бола қоймас. Арманчик, арман деп мойнына асылған қызды қалай қағып жіберген өзі де аңғармады. Сайқал қыз шарт етіп айнадай еденге құлап түсіп ащы даусы аспанға шықты. Бәрі бір сәт назарын солай аударды. Масы мен сауы бар. Оңбаған, есің дұрыс па? Жынды деген сөздер бұршақша борады. Арман амалсыз кешірім сұраған болды. Бұрын мұнда емесең, не болды саған? Адамның алып отырған ләззатын бұздың ғой. Немене, қазақтығың есіңе түсіп кетті ме? Сөз арасында біреуінің сөзі Арманды анық есеңгіретті. Бұл баяғыдағы 13 жасар кезінде айтқан сөзін екінші рет қайталаған Парки есімді жігіт. Ешкім үндемейтіні қалды. Түссе не болыпты? Қорқамысың қазақтардан?
Арманның көзі қанталап тұр. Болды қойыңдаршы. Біздің штатта әлемдегі бар ұлт араласып өмір сүреді. Оған бүлінетін не бар? Адам айда да адам. Жақсы сөзді екінші бір масаң қыз бұзды. Қазақ деген немене? Ондай адамдар бар ма? Жап аузыңды арсыз. Дегені сол, арлы арсыз деген ұғым жоқ қазіргі қоғамда, деді данышпансып. Көптен айта алмай жүрсе керек, тағы біреуі келігіп, қазақ деген нағыз жәләпхананың ордасы деп естігем. Тіпті біреулер оларға арнап қалай еді ана Борат сияқты фильм түсірген. Ол киноны көргенде нағыз өмір сол жақта ма деп қаласың. Сен арсыз дейсің бізді. Қазақтар көшенің ортасында ләззатқа батудан тайынбайды екен. Дұрыс, бізде де солай деп көсілді. Арман аяғына дейін әдейі тыңдап бақты. Ол фильмді әдейі арандату үшін түсіргенін білетін. Әлгі көпірген ұзын жігітті иегінің астынан бір ұрып сұлатып тастады. Сол қарқынмен қаны қызып тағы бірнешеуін ұрып жықты. Ашуға булыққан біреуі: мүмкін сенің анаң жезөкше, әкең наркоман шығар, деген сөздері аяғына жетпей сылқ ете қалды. Арман түтіккен ашумен тура мойнынан шөлмекпен ұрған. Көріктің танауындай тынысы күшейіп барлығы шолып өтті. Жетті, көргендерің осы, сол үшін жиіркеніштісіңдер. Байлықтарың барлығы өзіңе. Қазақ деген қаны бұзылмаған текті халық, тәуелсіздігі берік, тепсе темір үзер рухты мемлекет. Қош болыңдар ендеше. Бұл Арманның осы ортадағы соңғы сөз болатын. Желдірме кеткелі ойға түсіп отырғаны мынау. Елубайдың әкесінің ескі танысы Қазбек молда үйге келіп, әкесінің қайтқан күніне Құран оқыған. Әңгімені арадан бастаған молда шал желдірме туралы сұрады. Оны білмейтін ауылда адам аз. Елубай шындығын ашып айтты. Балам, дұрыс болмаған екен. Малдың ішіндегі қасиеттісінің бірі түйе. Түйе шын тақуа, абзал адамға серік болар. Сонау пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассаламнан бастап ойсыл қара әулиеге дейін. Сенің әкең тегін адам емес қой. Бағзы ескі заманда Қаран деген жерде Уайс атты момын тақуа адам өмір сүріпті. Ол кісі түйе бағып сол мекенге аты шығыпты. Елдің бәрі сол кісінің жоқ демейтін ақ көңілділігін пайдаланып, түйесінің барлығын қосып бақтырыптымыз. Алдындағы аз ғана түйесі келеге айналыпты. Қазақтар Қарандық Уайстың қасиетіне сүйсініп, түйе пірін ойшыл қара деп атаса керек, деп әңгімесін түйіндеп бата берді. Түйе малы үлкен қасиетке ие екендігін енді ұғынғандай Елубай ісіне өкінді. Шын кешірім тілесең, Алланың кешірмейтіні жоқ. Ол жануар тірі болса жақсылық қыл, деді де молда аттанды. Ұшақ тарабынан Арманның түскені сол үлкен тебіреніспен көзіне жас алды. Туған елдің ауасын кеудесі толғанша жұтты. Жүрегі жұмыр жердің ядросындай тыным таппай дүгілдейді. Көз алдына іңкәр екеуінің бала кезде бірге өткен кесірі тізбектеліп келе берді. Қазір қандай қыз болды екен? Талғат ағай мен Алмагүл тәрбиеші де біраз жасқа кеткен болар. Такси терезесінен туған жердің әр бұта терегіне, тау-тасына қарап келеді. Өскен ауылына таяған сайын қобалжып көзіне жасы тоқтамай қойды. Машинада отырып жол жиегінде үстін шаң басқан, қара сорпа болып желіп келе жатқан кәрі түйеге көзі түсті. Аяғында қызыл қан болып қажалған тұсамыз, қылдай болып сүйретілген арқаны бар. Елубай желдірменің алдындағы айыбы үшін оны өлген жеріне, Аманғазы әкесінің қасына томпайтып көміп тастады. Жойқын.